кеш батып келе жатыр. Секебай чешмей тұра тұр. Киініп жатсың ба? Мынау Райский озера деген жер. Қазақстанның киелі жері деп айтуға да болады екен негізінде. Тұзды көлге түстік бағана. Ішіне барсаң, ішіне кәдімгі судың көлге барып жатсаң, батпайсың ғой. Пенопласт сияқты жүзіп жүресің. Мына жақта мына елдер балық аулап жүр. Біз мынандай міне палаткамызды тігіп алғанбыз. Жерде жалаң аяқ жүрміз. Мына жерде мынандай обстановка. Міне мынандай бәрін құрып қойғанбыз. Мына мен шәугім шәйнегім. Қазір тамақ жасаймыз. Маған кола іштік. Міне машинамен келіп демалыстамыз. Секебай өзінің жап-жаңа су жаңа палаткасын құрып жатыр. Бұл мен. Секебай не істеп жатсың? Жаңадан келген палаткамызды құрып, есігін ашып жауып көріп жатсың ба? Иә, байлап. Сен замокпен емес па не? Замокпен ғой. Сосын аны керек емес те. Жай жауып қойсын ба? Иә, москитмен тұра берсін. Палаткамызды құрып, көлге түсуге дайындалып отырмыз. Секебай бағана көлге түскенде қандай болды? Мынандай болды. Судың асты. Ерекшелігі дечі? Ерекшелігі судың асты 70-80 градус ыстық. Именно аяқ тиіп тұрған батпақ жері аха? Аяқта батпақта тұра алмайсың. Біріншіден көл жоғары көтеріп тастайды адамды. Батпайсың. Екіншіден аяқты белсет сияқты теуіп тұрасың, ана жерде бір орында тұра алмайсың, потому что вертикально тұра бересің, горизонтально емес, вертикально тұра бересің. Аяқ астында ыстық до такой степени күйіп атады да, бір самоварда чай сияқты қайнап атады да. Қатты қайнап тұр. Мүмкін емес ана жерде тұруға. Сондықтан да былай белсетпен кезек аяғыңды көтеріп ауыстырып отырмасаң, аяғың күйіп қалады өлсең, Иә, жақсы, әдемі бірінші күн өзіміз Жетісу облысында тұрсақ та қанша жыл тұрды бірінші рет келіп тұрмыз, бәріміз. Алла тағала өзі бүгін сәтін түсіріп тұр. Негізі бізде бұл жаққа келеміз деп ойламадық. Аяқ асты келіп сәті түсіп, осы жаққа келіп тұрмыз. Баняға түстік. Баня маған масқара болды маған. Ағамыз баняға шақырып, баняға түсіп, одан кейін көлге түсіп, демалыс жасап. Бағана бір текелден келген бір ағамыз бар екен. Мынандай демалыс болды ғой. Күшті болды негізі. Баня күшті болды, баня. Баняға кіріп, парцет болды ғой. 1 сағат құммен жүрдік қой, 1 сағат жарым жүрдік, е? Бір жарым сағатта жүрдік. Құммен ғана жүріп келдік. Құдайға шүкір, әйтеуір тәуба. Алдыға қойған демалысымызға жеттік. Үйімізді үйректер су жүр. Балық қурамыз қазір. Табиғат дейсің ғой. Продолжение. Следует дейсің ғой. Сол? Қайсы? Ішіне не салдың? Ой. Мынандай кәдімгідей төсек орын. Шкафтарымды орнатып отырмын деп ұрып тұрсам ба? 2-2 ма сенікі? Короче бар ғой. 2-2 ғой, квадрат қой мынау өзі. 2-2 аха. 2-2 төсек сияқты ғой кәдімгідей. Тура не дәл келді ғой. Дәл келді ма мынау ма? Иә. Детский коврик тура келді? Тура құйып қойғандай ғой. Сәттілік менің дүниелерім мына жерде жатыр. Аумин. Менікі мына жерде жатыр. Міне төсек орным, ар жақта дүниелер. Мына жерде қармақ-сармақ. Қармақ-сармақ, міне етік. Бұйыртса мына бір көлде қазір түнімен балық аулаймыз. Мына жақта біздің достарымыз қайықпен аулап жүр. Қазір қайықпен жүземіз іші. Керемет демалыс болып отыр. Қараңғы енді түсіп жатыр, маса жоқ. Біз келгенде маса жоқ екеніз. Шекебай, Маса жоқ. Енді шықпаса. Енді шыға ма, шықпай ма, кәдімгідей әйбәт бір қоңыр салқын болып тұр негізінде, маған ұнап тұр. Сән болып тұр ғой, сән болып тұр. Сен жерге қақтың ба Секебай нелеріңді? Қақтым, Штирлар? шығып кетеді екен.
Чыққыдей мынау құмға кәдімгідей бір 50 сантиметрлік қандай нештер қақпасаң мынау жөн жоқ ұстамайды екен. Мен ана сондықтан 4 бұрышына 4 салмақ қойып отырмын, енді кім білсін. Мен де анандай ішіне челек, мелек, ана қармақ-сармақтардың бәрін бұрыш-бұрыштарына қойып тастадым. Масаға дайындалып отырмыз, не болса да. Айтпа. Маса келіп қалса, киініп алайық деп. О, маса келді. Келді ме? Сен шағып отырмын уже. Шақта. Мен шаққан жоқ әйтеуір. Менде жел, кішкене жел болып тұр. Күшті демалыс болып отыр. Эмоцияларымызды кәдімгідей ұстай тұрмыз ғой кәдімгідей. Бағанағы тұзды көлді айтсашы. Көл деген, Баня. көл, баня. Масқара. Керемет енді. Алла тағаланың жаратылысына шек жоқ құдіретінде. Анандай мен бірінші рет көріп тұрмын негізінде. Суға кіресің, судың асты ыстық, жер ыстық. Судың көлдің астындағы кәдімгі пол, аяғың тиіп тұрған жер ыстықтағы асты, бірақ үсті жып жылы. Су жылы да, асты ыстық. Мен соны таңғалдым. Мен ол қалай болды сонда? Алла тағаланың. Ол ыстық қайдан келіп тұр сонда? Астыда вулкан сияқты бірдеңке бар ма не сондай еді? Астыдан келіп тұр аха? Мен ананы түсінбедім. Кәдімгідей басын тығасын, көзің ашып, аузың мұрның маңқан қағады деп еді бағана. Қазақ жігіттер маңқам, мен маңқам жаман ақты. Гаймар емделіп кетеді деді ғой. Негізі келу керек екен. Бала шағаны алып келу керек. Папа мамаларды алып келу керек. Негізі мына жерде күшті екен.